Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Көкшетау қаласындамыз. Бүгін түсірілім Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Азаматтық қорғау академиясына түсірісіміне арналатын болады. Төтенше жағдайлар министрлігі Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының күндізгі оқу бөліміне орта білімі бар және 16 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады. Орта білім, мектеп, колледж, математика және физика мамандықтары бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырғаны туралы сертификат. Байқауға қатысу үшін шекті балл 50 балдан кем емес. Оқу мерзімі 4 жыл. Академияға қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады. Қабылдауға үміткер тұрғылықты жері бойынша аумақтық төтенше жағдайлар бөлімшелерінің кадр қызметіне хабарласып, еркін нысанда өтініш беріп, құжаттар тізімін алуы қажет. Өтінішке қоса беріледі жеке куәліктің көшірмесі, фотосуреттер, өз қолыңызбен толтырылған өмірбаян, білім туралы аттестаттың немесе дипломның қосымшасы және көшірмесі. Ұлттық бірыңғай тестілеу балы тең болған жағдайда артықшылықтардың 1 балл болса болуын растайтын құжаттар. Мысалы, халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары, алтын белгі алған оқушылар, міндетті әскери қызмет өткерген және конкурстық іріктеуден өткен адамдарды қоспағанда ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты. Қызметке жарамдылығын анықтау үшін оқуға үміткерлер медициналық психофизиологиялық тексеруден, оның ішінде полиграфологиялық тексеруден және міндетті арнайы тестілеуден өтеді. Оқуға үміткерлер спорттық жаттығуларды орындау арқылы дене көрсеткіштері бойынша да бағаланады. Дене шынықтыру стандарттары үміткерлердің келесі жаттығулар түрлерін орындауды талап етеді. 100 метрге жүгіру, ұлдар, қыздар. 1000 метрге жүгіру, ұлдар, қыздар. Тартылу, ұлдар. Денені шалқасынан көтеру, денені шалқасынан 1 минутқа көтеру, қыздар. Үміткерлерді жинақтауды төтенше жағдайлар департаменттері, ал оқуға қабылдауды академияның қабылдау комиссиясы ұйымдастырады. Оқуды аяқтағаннан кейін түлекке лейтенант атағы беріліп, төтенше жағдайлар департаментіне қызметке жіберіледі. Мен Мамыртай Дана Ералхан-қызы, Түркістан облысы Қазығұрт ауданының тумасымын. Қазіргі таңда Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының 2-ші курс курсантымын. Және де мен осы оқуға қалай келгенім туралы айтсам, мен бұл мамандықты бала кезімнен армандаған болатынмын. Және де мен сол арманыма жетіп, қазіргі таңда Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының алғашқы курсант қыздар қатарында қабылдандым. Меня зовут Ислам, я уроженец Абайской области, села Ужар. На данный момент я являюсь курсантом 2-го курса Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Я выбрал это учебное заведение из-за того, что мне хотелось помогать народу Казахстана и хоть как-то приносить пользу своей родине. Наше учебное заведение имеет свои уникальные преимущества, такие как бесплатное проживание, а также питание за счет государства. От вас тут ничего не требуется. Единственное то, что вы должны учиться и развивать свои навыки. Всем советую поступить в нашу академию. Уважаемые выпускники школ и колледжей, приглашаем вас поступить в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственное в стране высшее учебное заведение, готовящее пожарных и спасателей. Қызмет.kz білім беру сайты Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Азаматтық қорғау академиясының басшылығына осы ақпараттық материалды дайындауға мүмкіндік бергені үшін алғыс білдіреді.